Жер дүниені дүр сілкіндірген соғыс отының сөнгеніне биыл 73 жыл. Бұл жеңісте қазақ елінен барған сарбаздардың үлесі орасан. Олар қан майданда жан кешті ерлігін көрсете білді. Толарсақтан саз кешіп, елін қорғаған жауынгерлердің арасында отставкадағы полковник Ғарафуддин Ғалымов та бар. 1922 жылы туған Ғарафуддин Ғалымов сұм соғысқа бар жоғы 19 жасында аттанады. Ол соғыста атқыштар полкіндегі бөлімшеде командир болып бастады. Жауын өкшелей қуған сарбаздар ақыры барып атақты Эльба өзеніне барып тоқтады. 7 мая мы уже кончали войну, наш полк. 7 мамыр күні біз соғысты аяқтадық. Біздің полк Эльба өзеніне жақындаған болатын. Бізге ары қарай өтуге рұқсат берген жоқ. Ол жерде ағылшындар да, француздар да, немістер де болған жоқ. Сөйтіп 9 мамыр күні біздің полктың командирі Польша аумағында қайтыс болып, оны жер қойнауына тапсырдық. Ардагер ерлік үшін күрес Қызыл жұлдыз ордендерімен марапатталған. Соғыстан кейін Жамбыл облысының жоғарғы комиссариатында әскери қызметте болып, запастағы офицерлерді тәрбиелеуге өз үлесін қосты. Мереке қарсаңында Жамбыл облыстық қорғаныс істері жөніндегі департаменті қызметкерлері соғыс ардагерін құттықтап қайтты. Аталарымыздың жасаған ерліктерін жастарға жеткізу үшін өткізіліп жатқан іс-шаралар. Олардың ерліктері ешқашан ұмытылмайды, әрқашан біздің есімізде болады. Олардың ерліктері үшін бізге үлкен рахмет. Отан үшін кеудесін оққа төсеген майдангерлеріміздің жыл өткен сайын қатары азайып бара жатыр. Бүгінгі таңда облысымызда көзі тірі 100 ардагер бар. Шайрым Болатбекқызы, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі.